Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, ерекше, қазіргі таңда хит болып жатқан самсаның рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, егер де каналыма тіркелмесеңіз, тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Алдымен таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып саламыз. Дүкеннің 20% кез келген қаймағын қосуға болады. Мен 2 ас қасықтай қаймақ қостым. Және де суды 100 граммдай қосасыздар, салқын мұздай суды 100 грамм қосып, жақсылап барлығын араластырасыздар. Осы кезде жарты шай қасық тұз салсаңыздар болады. Мен ұмытып кетіппін, қазір ұнның бетіне салатын боламын. Араластырып болғаннан соң електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап орташа көлемде қамыр илейтін боламыз. Ұнды бірден көп салып, қатты қамыр болып қалмасын. Видеодағыдай кішкене жұмсақтау қамыр болады. Енді пакетке салып, холодильникке 15 минутқа қоямыз. Қамырымыз тыңғанша арасына жағатын майын дайындаймыз. 150 грамм сары майға 150 грамм тоқ майды қосып, және де аздаған 2 ас қасықтай сұйық майды қосып, барлығын ертіп аламыз. Егер де тоқ май болмаса, тек қана сары маймен жасауға болады, жағуға болады. Осылай барлығын ертіп аламыз. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Алдымен үстелімізге ұн сеуіп, содан соң қамырымызды қойып, жаңағы қамырды 4 бөлікке бөлетін боламыз. Кішкентай, сонда 4 домалақ қамыр болады. Барлығын домалақтатып, осылай зуалап аламыз. Содан соң бір-бірлеп жаятын боламыз. Сонымен қатар менің каналымның алға жылжуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий бөлімде өз пікіріңізді қалдырыңыз. Қамырды дөп-дөңгелек етіп жайып болғаннан соң жаңағы ерітілген майымызды қосамыз. Еріген май міндетті түрде жылы болу қажет, салқын болып тоңып қалмасын. Егер де сары маймен жағатын болсаңыздар, ол тоңбайды, жаңағы жаға берсеңіздер болады. Осылай барлығын домалатып аламыз және бір шетке алып қоямыз. Енді екінші қамырды да жайып, үстіне май жағып, жаңағы бірінші қамырдың, домаланған қамырдың үстінен ораймыз. Дәл солай үшінші, төртінші барлығын осылай орап шығамыз. Енді 20 минутқа мұздатқышқа қойып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Фаршқа ұсақтап туралған пиязды, тұз, қара бұрышты салып, жақсылап араластырамыз. Міне осымен салмамыз дайын болды. Картошка қосып жасасаңыздар да өз еркілеріңізде. Қамырымыз 20 минуттан соң осылай кішкене қатыңқырап тұрады. Содан соң оны бөліктерге бөлеміз. Өте майда етіп бөлмейміз. Бұл жерде кішкене үлкендеу етіп бөлеміз. Өйткені қазір қамырды жайған кезде ортасынан бөліп форма жасайтын боламыз. Осылай қолдың көмегімен жаңағыдай басып дөңгелек етіп форма жасаймыз алдымен. Содан соң қазір ұнға ұнатып жайып аламыз. Міне видеодағыдай кішкене асты үстіне ұн сеуіп, оқтауымызбен қатты күш салмай жақсылап жайып аламыз. Біркелкі қамыр жайылу керек, кішкене шет жақтарын жұқарақ етіп жайсаңыздар дұрыс. Осылай видеодағыдай теп-тегіс етіп жайып аламыз. Бізге қызғалдақ формасы керек болғандықтан қамырды осылай ортасынан бөлеміз, содан соң салмасын салып, видеодағыдай осылай бір бүгеміз және де кішкене басып дөңгелетіп форма жасайтын боламыз. Осылай видеода көріп тұрғандағыдай соңғы жақтарын түйіп қоясыздар және осымен біздің жаңағы қызғалдақ формамыз дайын болды. Барлығын осылай жасап шығасыздар. Қазір тағы да біреуін көрсетейін. Қамырды дөңгелетіп, бір тегіс етіп жайып аламыз, содан соң тең ортасынан бөлеміз. Ортасынан бөлінген қамырды қазір форма жасайтын боламыз. Осылай бір шетіне ғана саласыздар, содан соң қамырдың бетін жауып, түйіп, жаңағы домалатып форма жасайсыздар. Және соңғы жағын қолыңызбен жабыстырып, түйіп қоясыздар. Осылай біздің формамыз дайын болады. Ешқандай қорықпаңыздар, жаңағы жан-жағы ашылып, шашылып кетпейді. Барлығы осы өз формасын ұстап пісетін болады. Енді листімізге орналастырамыз. Астына пергамент қағазын салдым. Салмасаңыздар да болады. Астын майлап, самсамызды толықтай орналастыра беруге болады. Осылай барлығын рет-ретімен орналастырып шықтым. Содан соң жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып жіберіп, осының барлық самсаның үстіне жағып шықтым. Міне видеодағыдай барлығын жағып шығасыздар. Өз қалауыңыз бойынша күнжуыт мак сепсеңіздер болады. Мен бұл жерде ақ күнжуыт және қуырылған күнжутке осы самсаны аунатып шықтым. Енді ол өз еркілеріңізде, әсемдігі үшін жай ғана бетіне сепсеңіздер де болады.
Осы кезде пешімізді 200 градусқа қыздырып қоямыз. Және де менің каналымда басқа да самса түрлері бар. Міндетті түрде қарап көріңіздер. Описание бөліміне ссылкасын қалдыратын боламын. Қызып тұрған пеште қызарғанша 30 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің самсамыз дайын болды. Осындай керемет песочный, жаңағы үгілмелі, қатпарлы самса болып шығады. Сіз де міндетті түрде дайындап, отбасыңызды қуантыңыздар. Мерекелік дастарханға да қойсаңыз, өте керемет үйлеседі. Міне қараңыздар, бөлген кезде де жұмсақ, үгілмелі, қатпарлы самса болып шықты. Сіз де дайындап көріңіздер, тіпті осы самсаны тапсырысқа дайындасаңыздар да болады. Егер де каналға тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір тіркеліп, жандағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз.